Сәлем достар, сіздермен Нұр Сезім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай ерекше дастарханның көркін ашатын сәукеле нанның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдымен апары дайындап аламыз. Ол үшін суға бір ас қасық қант және ашытқыны қосып араластырамыз және осының бетін жауып 15-20 минутқа қалдырамыз. Сол уақытта біздің апарымыз көтеріліп дайын болады. Бұл жерде қантты мен жалпы массадан қосқан болатынмын. Біздің апарымыз дайын болғаннан кейін оған жылы сүтті, қалған қантты, тұз, жұмыртқа және сұйық майды қосып барлығын араластырамыз және соңында ұнды қосып қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қатты жұмсақ та қатты болып қалмау керек, орташа консистенцияда болу керек. Мен бұл жерде қамырды көбірек жасағанмын, бірақ описание бөлімде тек 2 сәукелеге ғана қажетті құрамды жазып қоятын боламын. Міндетті түрде қарап көріңіздер. Достар, менің каналымнан бұдан да бөлек көптеген тәттілердің, тағамдардың рецептін таба аласыздар. Міндетті түрде кіріп, каналыма тіркеліп алыңыздар және қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып, лайк, комментарий қалдыра кетіңіздер. Қамырды дайындап алғаннан кейін осылай кішкене ғана сұйық май қосып жібереміз және қамырымызды көтерілу үшін шамамен 1-1,5 сағатқа жылы жерге қоятын боламыз. Қамыр менде 1 сағатта осылай көтерілді. Енді осыны 1/2 үлкен бөлікке және 2 кіші бөлікке бөліп аламыз. Үлкен бөлігі бұл бізде сәукеленің негізгі бөлігі, ал кіші бөлігі бізде сәукеленің шетіне узор жасау үшін қажет болады. Негізгі бөлігін жаю барысында қатты жұқа қылып жаюдың қажеті жоқ, себебі сәукелені орау барысында біздің қамырымыз ұзарады және артық қамыр қалып кетуі мүмкін. Сол үшін жұқа емес, қалыңдау етіп жайғандарыңыз дұрыс. Мына жерде мен кішкене ұзындау қылып жайып жібердім. Сол үшін менде қазір видеода көресіздер, артық қамыр қалып кеткен болатын. Сол үшін бұдан да қалың қылып жаюға болады. Жайып алғаннан кейін қамырдың үстінен осындай роликпен жүріп өтеміз. Егер роликтің кеспей қалған жерлері болса, осылай пышақпен ашып жіберетін боламыз. Енді қолдан жасап алған формамызға біздің қамырымызды орайтын боламыз. Бұл форманың жасалу жолы менің YouTube каналымда сақталған. Описание бөлімінде ссылкасын қалдырамын. Міндетті түрде сол жерден кіріп көре аласыздар. Осылай орап алғаннан кейін артық қамырды кесіп аламыз және қамыр ашылып кетпес үшін осылай шет жақтарын бекітіп алатын боламыз. Осы дайын болған сәукелемізді енді пергамент төселген противеньге орналастырамыз. Енді сәукенің шетіне узорын жасайтын боламыз. Ол үшін алдын ала алып қойған қамырдың кішкентай бөлігін 1/2 бөлікке бөлеміз. Әрқайсысын осылай жайып шығамыз да екеуін бірге айқастыратын боламыз. Және осыны біздің сәукелеміздің шет жағына ақырын ғана орналастырып шығамыз. Қамыр бірігу үшін және ашылып кетпес үшін орналастыру барысында осылай кішкене басып жіберген дұрыс. Сол кезде біздің сәукелеміз әдемі формада пісетін болады. Осылай дайындап алғаннан кейін енді үстіне жұмыртқаның сарысы мен сүтті кішкене араластыра отырып жағып шығатын боламыз. Кейін оның үстіне кунжут сеуіп, қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минуттай пісіріп аламыз.
Пісіп жатқан кезде 10 минуттан кейін міндетті түрде сәукеленің ортасына ғана фольганы орналастырып қойыңыздар. Сол кезде ортасы күйіп кетпей, шет жағы да жақсы пісіп шығатын болады. Бұл жері менде видеоға түспей қалған екен, сол үшін міндетті түрде фольганы қойып пісіріңіздер. Видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыра кетіңіздер. Баршаңызға ас болсын.